Құрметті көрермен, күні кеше Қазақстанның халық әртісі, құрмет парасат ордендерінің иегері Құман Тастанбеков дүниеден озды. Бұл ақпаратты Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының баспасөз қызметі хабарлады. Құман Тастанбеков 1969 жылдан бастап Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында қызмет етіп, елімізге танымал бір қатар рөлдерді арқылы халық алдында жадында мәңгі сақталды. Театр мен кино саласындағы жарқын бейнесі мәңгілік ел жүрегінде. Ол ешқашан өшпейді және ұмыт болмайды. Дәл қазір Құман Тастанбековтың өнері мен өмірінен сыр шертер бейнеүзікке зер салайық. Алдияр, Ақжайықтың қырғынын көргенім жоқ. Шақырған болсаң естігем жоқ. Өз бетімен жолаушы келіп. Бірақ естіген болсам, келерімем, келмеспем. Келсем, кең далаға сен де сиясың, сен де сиясың, сендер де сиясың. Қазақтың төлегені, халықтың сүйікті актері Құман Нұрмағанұлы Тастанбеков 1945 жылы 10 наурызда Алматы облысына қарасты Сарқан тауданы Екаш ауылында дүниеге келген. 1969 жылы Алматы мемлекеттік өнер институтының, қазіргі Қазақ ұлттық консерваториясының актерлік факультетін бітіреді. Еңбек жолын Қазақ академиялық драма театрында бастаған өнерпаз өз ісінің нағыз шебері болды. Қазақ киносы десе алдымен Қыз жібек фильмі ойға оралады. Жарты ғасырға жуық киносүйер көрерменнің ықыласына бөленген ғажап туындының басты рөлін Құман Тастанбеков сомдады. Махаббат құдіретінің машақатын ұлттық дәстүрмен байланыстыра суреттеген кинокартина шын мәнінде Құман Нұрмағанұлының жұлдызын жаққан еді. Басы қаралы, көңілі жаралы елдің ойын сауғын, ойран ботқа қылғаныңыз еркек емес. Тентекке лайық мінез емес пе екен? Бұдан бөлек актер ұлттық кинематография саласында Қыс мазасыз маусым, Ағам менің, Ерекше күн, Аққулар ұшып келеді, Махаббат жаңғырығы, Ағама арналған қалыңдық, Қараша қаздар қайтқандасында тағы басқа фильмдерге түсті. Сонда адам атаулыны аман алып қалған ит емес пе? Ақсақалдар, осындай аңыздың бар рас қой. Ендеше ит екеш, ит те Құдайдың алдында өзінің күнәһар емес екендігін дәлелдеп, сыбағасына бір уыс бидай алған екен. Ақбозат мініп, ақ сөйлеген адал азамат театр сахнасында да ұзақ жылдар өмір көрсетті. Құлыным менің, Вьетнам жұлдызы, Қан мен тер, Ақан сері ақ тоқты, Айман шолпан, Жоғалған дос, Ана жер ана, Ақ кеме, Біздің кластың қыздарысында тағы басқа спектакльдерде әр алуан рөлдер сомдады. Қазақ өнері мен мәдениетіне өлшеусіз үлес қосқан тұлға құрмет, парасат ордендермен, бірнеше медалдармен марапатталған. Артына өнегелі өмір жолын қалдырған тұлғаның жарқын бейнесі ел есінде қалар сөзсіз.